Семей қаласында Робо Балапан 2023 республикалық балалар шығармашылығы фестивалінің облыстық кезеңі өтті. Қазақстан Республикасында балалар мен ересектер арасында робототехника тақырыбын дәріптеу мақсатында өтіп жатқан бұл шарада балалар мен олардың ата-аналарын бірлескен шығармашылық жұмысқа ынталандыруды, өскелең ұрпақтың дамуына қолайлы орта қалыптастыруды көздейді. Фестивальға 5-6 жас аралығындағы балабақша және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының білім алушылары, ата-аналары, педагог жетекшілерінен құралған 11 команда қатысты. Фестивальде командалар құрылыс алаңына арналған робот көмекші, робогольф жарысы, динамикалық ойыншық тапсырмасы бойынша сайысқа түсті. Алғашқы рет өткізіліп отырған фестиваль Қазақстандағы Казроботикс Федерациясының қолдауымен робототехниканы дамыту бағдарламасының бөлігі болып табылады. Бүгінгі шараның мақсаты қазіргі таңда сіздер білесіздер ғой, заман талабына сәйкес балалардың білім алу мүмкіндіктері өте жоғары. Қазіргі заманауи технологияларды қабылдауы балалардың қабілеттері де жоғары. Сондықтан да 5-6 жас дегеннің өзі, бұлар қазір балалар балабақшаға барады. Балабақшаның бағдарламасында балалар кішкентай ұсақ мелко моторика дейді. Сол моторикамен жұмыс көп жасалғандықтан лего ойыншықтармен көп ойнайды. Соның барлығына робототехника бағытында балаларды дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 2 жастан барған бала, балабақшаға барған бала 3-4 жасында, 5 жасында жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалады. И мына шараның бір мақсаты сол баланың робототехника деген құрылыс, лего ойыншықтарына жан-жақты дамуына, соны қолдануына, ой өрісінің өзінің қабылдауына байланысты көмектесу, қолдау көрсету. Бір шараның бірден-бір мақсаты осы. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді дамытумен айналысатын қолданбалы ғылым. Оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар өзін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. Енді біз баламыздың қызығушылығы, кішкентай балам бәрі қазір роботқа, соткаға, смартфонға бәріне үйір ғой. Сондықтан енді осы роботқа үйір болғандықтан алып келіп отырған жайымыз бар. Бүгінгі шараға біздің тақырыбы құрылыс саласына арналған автономды роботтар. Осыға біз Lego Spike, Lego Mindstorms EV3 платформалар арқылы, топтамалар арқылы роботтар құрап алып келдік. Біздің жобамыз сол. Соны қорғауға тырысамыз қазір. Фестиваль қорытындысы бойынша Абай ауданы, Абай атындағы мамандандырылған мектеп, гимназия интернаты, коммуналдық мемлекеттік мекеменің интеллект тобы және Семей қаласы номері 4-ші Балдәурен бөбекжайының Балдәурен топтары жүлделі 1-ші орындарға ие болды. Аталған командалар Робо Балапан 2023 республикалық балалар шығармашылығы фестивалінің республикалық кезеңінде облысымыздың намысын қорғайды.